Бәріне сәлем оқушылар, 6-7 деп сендер сияқты айтсам ба. Сонымен бүгін бастаймыз. Бүгін біз English Plus-тың 73-ші бетіндегі will and won't деген тақырып талқылайтын боламыз. Каналға бірден тіркеліп, комментарийге рахмет деп жазыңдар. Себебі каналда 10 мың подписчик және де 100 комментарий болғанда мен өзімнің есімімді айтамын. Немесе комментарийге өздерің білетін есімдерді жазып кетіңдер. Сол есімдерге қарап, егер дұрыс тапсаңдар, сендерге көрсетер сыйлығым бар. Сонымен бастадық. Бірінші тапсырмада сендерге айтады: complete the sentence from the exercise 5 on the page 72 and ask and answer the question. Яғни мына жердегі сұраққа жауап беруіміз керек дейді. Сонымен бастадық. Ken will walk to the South Pole. Яғни Ken барады солтүстік полюске. He won't see polar bears. Ол көрмейді полярды аюларды, ақ аюларды. He thinks he will see penguins. Ол ойлайды, ол пингвиндерді көремін деп. It will be very windy there. Ол жақта болады желді. He won't take his mobile phone. Ол алмайды өзінің мобильді телефондарын дейді. Енді сендерге мына жерде 3 сұрақ берілген екен, соған жауап берейік. Which two sentences are plans? Қай екі сөйлем планды білдіреді, яғни мына екеуі. He will walk to the South Pole, яғни ол солтүстік полюске барады. Ол план ғой. He won't take his mobile phone. Ол өзінің мобильді телефон алмайды дейді. Which three sentences are prediction? Қай үш сөйлем ол болжам, яғни қай сөйлемде болжамды көріп тұрсың. He won't see the polar bears. Ол возможно көрмейді. Ол көрмейді полярлы аюлерді, яғни оңтүстік ақ аюларды. He thinks he will see penguins. Ол ойлайды, яғни ол болжайды, ол көреді пингвиндерді. It will be very windy there. Возможно, ол жақта желді болады деген сияқты. Енді, what is negative form of will? Willдің болымсыз формасы әрине will not, won't болады қысқартылған түрде апайларын түсіндірді деп ойлаймын. Комментарийға тіркеліп, комментарийге рахмет деп, каналға тіркеліп, комментарийге рахмет деп жазып кетіңдер. Сонымен ары қарай кеттік. Екінші тапсырма. Match the question with answers then complete the rules. Яғни сұрақтарды сәйкестендіру керек және де ережені толықтыру керек. Бастадық. Will he see penguins? Yes, it will. Ол бетпенді балалар. Бірдің жауабы мынау болады ғой. Yes, he will болады. Мына жерде yes, it will дейді. Жоқ, балалар, мынау қате екен, былай жазамыз. Қараңдар. Will he see penguins? Ол пингвиндерді көреді ме дейді. Yes, he will болады. Жауап B болады. Екіде. Will it be windy? Ол жақ желді болады ма дейді. Yes, it will болады. Жауап C болады. Арғай кеттік. Үште. Will polar bears attack him дейді. No, they won't. Жоқ, олар оғаны атаковать етпейді дейді. Жауап осындай болады. Көшіріп алыңдар. Арғай complete the answers. Сұрақтың жауабы осы. Үшінші тапсырмаға келдік. Үшінші тапсырмада сендерге айтады. Сөйлемді толықтыру қажет. Болымды, болымсыз деген сияқты. Бірде I won't use my mobile phone. Мен қолданбаймын мобильді телефонымды. It will be cold in the Antarctic. Антарктикада, возможно, күн суық болады. I think she will phone me tonight. Мен ойлаймын, ол маған хабарласады түнде. You won't get lost because you've got a map. Сендер жоғалмайсыңдар, өйткені сендерде бар карта. I hope we will see penguins. Мен ойлаймын, мен үміттенемін, біз пингвиндерді көреміз деп. It won't rain tomorrow, so you don't need waterproof clothes. Ертең жаңбыр болмайды, сондықтан саған қажет емес судан қорғайтын киімдер. Төртінші тапсырмаға келдік. Төртінші тапсырмада сендерге айтады. Read the situation and with phrases brackets will won't. Яғни will won't пен сөйлем құрастыруымыз керек мына ситуацияларға байланысты дейді. Бастадық. He won't eat hot food. Ол жемейді ыстық тамақты. We will see in the dark. Біз көреміз қараңғыда. She will be cold. Ол оған суық болады. They will talk to friends. Олар достармен сөйлеседі. You will burn in the sun. Сен күнге күйесің. I won't get wet. Мен қыл болмаймын дейді. Бесінші тапсырмаға келдік. Бесінші тапсырмада сендерге айтады.
Мына жерден сурак жасау керек және де өзүнүн жумунан сура дейт. Мен сага просто суракты жазып берейин. Өзүңнүн жумуңдан сурарсың. Баштадык. Will the weather change in the future? Болашакта аба ырайы өзгеретми? Will polar bears become extinct? Болашакта ак аюулар жоюламы? Will people live in Arctic? Адамдар Арктикада өмүр сүрөдүмү? Will science kill weather? Мына жерде балалар will science change the weather болгон дурусураак шығар, иә? Ғалымдар ауа райын өзгертедіме? Will Arctic ice melt in the next 10 years? Арктикадағы мұз ериді ме келесі 10 жылда? Will people study mosquitoes? Will mosquitoes kill people? Yeah. Яғни адамдар өлтіреді ме барлық нені? Масаларды. Егер балалар жауабың сенің yes болса, мысалға иә деп келсең, yes it will деп жауап бересің. Мына жақта енді yes it will деп, иә. Егер жоқ болса no it won't деп жауап бересің ғой. Апайларың түсіндірген шығар. Енді бұл өздерінің жауаптарыңа қарап, мына жерде тұр ғой yes I will деген сияқты, түсіндің ба? Ары қарай кеттік, 6-шы тапсырмаға келдік. 6-шы тапсырмада сен жерге write prediction about your future дейді. Use the phrases in the last with the partner in the class. Иә, яғни сен prediction болжамдар жазуың қажет, және де өзің жұбыңнан сұрауың қажет дейді. Мысалы қара, will you go to the university дейді. Сен университетке түсесің бе дейді. Yes I will, I'll study history дейді. Енді мына жерде тағы мысалдар I will live in a different I will get a job. I will climb in the mountain. I won't get married early. Деген сияқты мысалдар берілген. Мысалға сен былай сұрақ қойсаң болады. Will you, мына жерге. Will you live in a different country? Will you деп балалар сұрақ қоятын кезде просто will you дейсіңдер де мына жердегіні таңдай саласыңдар. И мынау соның ответтері ғой. Түсінікті ма? Мысалға will you live in a different country? Болса, country болса, мына жердегі жауап yes, I will live in a different country болады. Мысалға, мысал ретінде қараңдар бұл жерге. Will you climb mountain? Сен тауға шығасың ба дейді. Yes, I will деп жауап бере сал деген сияқты. Түсінікті болды деп ойлаймын. Балалар, каналға тіркеліп, комментарийге рахмет деп жазыңдар. Себебі мына жақта жаңа видеолар өте көп болады. Goodbye, have a nice day.